Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бисмиллахте өзіміздің алғашқы подкастымызды бастағалы жатырмыз. Барлық ниетім сіздерге, әйелдер қауымына, адамдарға пайдалы болу. Күш жүрек түзеледі дегендей, арасында кемшіліктер болса, кешіріммен қарауларыңызды сұраймын. Иншаллах, ал бисмиллах деп бастайық. Бүгінгі подкастымыздың алғашқы қонағы кәсіпкер Сибирское здоровье компаниясының лидері Балдаурен ханым. Балдаурен ханым, өзіңізді кішкене таныстырып өтсеңіз. Қош көрдік. Рахмет шақырғаныңызға біріншіден. Менің есімім Балдаурен. Туған жерім Орал қаласы, осы Сарыағаш қаласына келін болып түскенмін. Қазір 4 ұлым, 1 қызым бар. Жасым 34-те. Осы Сибирское здоровье компаниясында денсаулыққа қатысты өнімдермен жұмыс жасаймын. Өзімнің командам бар. Өте қуаныштымын. Балдаурен ханым, өткенде мен сізге барғанда, сізге өзіңізге жолыққан кезде, сіз көп жерде айтасыз, мен күйеуімнен сұрайын, күйеуімнің рұқсатын сұрайын, күйеуіммен ойласайын, күйеуім не дейді екен деп. Сіздің осы қазір Сибирский компаниясында жұмыс жасап жатқаныңызға, лидер болғаныңызға, күйеуіңіздің қандай қолдау болды, күйеуіңіз сізге қалай көмектесті, қалай сізді қолдады. Көп әйелдер күйеуіне айтпай жасайтын білемін. Және содан күйеуіне көп нәрсе айтпай жасағанда қарызға кіріп жатады, қиналып жатады, семьясына түсінбеушілік болып жатады. Сізде күйеуіңіз, сіздің қолдауыңыз, күйеуіңіз сізге қалай қолдады, қалай сізге көмектесті, қалай сіздің осылай жұмыс жасап жатқаныңызға қарсы болмады, соны айта өтсеңіз. Бұл осындай жетістікке жетудің әрине мен жолдасымда өзінің қолдауы бар. Басында бірінші өзім жасап көрдім, денсаулыққа байланысты. Одан кейін бірақ жолдасыма айттым, осындай мен осындай бастап жатырмын деп алғашқы табыстарын көрсете бастадым. Одан кейін ол қарсы болған жоқ, бірақ ол кезде сразу мен жолдасыма айттым. Сосын офисті ашамын деп айттым. Одан кейін үлкен жетістік жете бастағаннан кейін, командам көбейе бастағаннан кейін маған жұмыс жасайтын орын керек болды. Өзімнің жеке офисімді аштым. Оғанда да тоже мен жолдасымның қолдауы маңызды болды. Жолдасыма айттым, қарсы болған жоқ ол кезде. Балдаурен ханым, қызық сұрақ, жолдасыңызды қалай көндірдіңіз? Жолдасым көндірген кезде мен бұл жұмысты жасаймын, ашамын деп былайша келгенде қатты оны көндіруге дейін әкелген жоқ. Просто ол айтты, мен қолдау білдіремін деді. Егер сен қалап тұрсаң, мен қолдау білдіремін деді. Бірақ маған негізі жолдасым оны қарсы болса, мен ағай жұмыс жасай алмаймын, білмеймін неге екенін. Менің қасымда аяғымнан тартып тұратын болса, біреумен жасай алмаймын. Сол үшін жолдасымның қолдауы қатты маңызды болды, соған қарадым. Сосын ол мақұл дегеннен кейін мен үшін бастадым жұмысымды. Сіз ең алдымен күйеуіңізге нәтиже көрсеттіңіз ғой, жолдасыңызға? Бірінші нәтиже көрсеттім мен оған. Алыватқан табыстарымды көрсеттім. Аз айлығым басында 10 000 теңге болды ма, 10 000 теңгемді қуанып жолдасым сөйтіп айтқан кезде деді ол кезде. Сосын жайменен 300 000-ға көтеріле бастады, 250-ге көтеріле бастады. Сен менен көп айлық алайын деп жүрсің ғой деп сол кезде айтқан. Бірақ жолдасым басынан бастап маған қарсы болған жоқ ол кезде. Машаллах. Күйеуіңіз сізді, жолдасыңыз жақсы қолдады, әлі де қолдап келе жатыр, әлі де қолдап келе жатыр. Кешегіде офисіңіздің ашылу салтанатына шақырдыңыз, мен бардым ғой. Прям күйеуіңіз, екеуіңіз жұмыс жасап жатқаныңызды көріп өте қатты қызықтым. Кәнекей әрбір біздің осылай әйел адамды осылай жолдасы қолдап жатса, бұл жерде ең бірінші әйелдің қандай қасиеті деп ойлайсыз? Бұл жерде әйелдің, мен жолдасым маған сенді ғой, өзімнің жасай алатынымды, қолымнан келе алатынымды көрсеттім бірінші жолдасыма. Сынбайтынымды көрсеттім, кез келген жерде өзімді сынбайтынымды көрсеттім. Одан маған сенді біріншіден, ол білді мен қолымнан келетінін. Сосын ол жұмыстан шығатын кезде де мен сұрадым жолдасымнан, сенде қандай қорқыныш бар ма деп мен сұрағам. Ол айтты, енді айлық табысынан, былайша айлық табыс табатыннан жұмысынан шығып жатыр ғой. Сонда күйеуіңіз өзінің жұмысынан шығып сіздің қасыңызға келді ғой? Жолдасым өзінің жұмысынан шықты да, былайша айтқан кезде мен офиске кассир болып, мен қасымда жүретін болып келісті. Өте күшті, өте қуаныштымын. Балдаурен ханым, енді қазір сіздің қол астыңызда қанша қыздар бар, арқаңызда қанша қыздар тіркелді, және компанияның өнімдері жайлы айтып кетсеңіз?
мен бірінші алғашқыда өзім бастадым. Сосын өзім пайдасын көргеннен кейін барлығы енді табиғи өзімнің бала шағама беріп қойғаннан кейін ұсына бастадым. Қазір командамда қанша қыз бар екенін білмеймін, өте көп енді саны, бірақ енді табыс тауып отқан 300 мың, 250 мың, 150 мыңға дейін табыс тауып отқандар бар. Аз қол астында командамда үлкен лидер қыздарым да бар өзім сияқты. Өнімдер туралы айтып жіберсеңіз. Өнімдері барлығы халал, денсаулыққа пайдалы, шөптен жасалған табиғи өнімдер. Былайша айтқан кезде адамның денсаулығына керекті өнімдер. Өмір сапасын, денсаулығын реттегісі келетін қыз-келіншектерге, әрі табыс тапқысы келетін қыз-келіншектерге өте керемет компания былайша айтқанда. Енді Балдәурен ханым, сіздің өміріңізде ең үлкен қатты қорқынышыңыз қандай қорқыныш еді? Менің қорқынышым, қандай қорқынышыңызды жеңдіңіз? Мен негізі менде қорқыныш болатын, кішкентай кезімде қорқыныш болатын менде. Себебі мен папам көп ауыратын ғой менде. Талып қалып, сөйтіп құлап қалатын деген көреміз екен. Сол кезде әкемнен айырылып қалам ба деген қорқыныш болған сол кезде. Папам өзі айтатын да, мен қанша өмірім қалды дейсің деген сияқты әңгіме айтқан. Өзі кішкентаймыз ғой енді, сонда әкем өліп қала ма деген менде сондай ой қалып кеткен кішкентай кезімнен. Осы компанияға келіп жетістікке жетуіңізге не себепші болды? Енді компанияға лидер статусын жауып өзіңе офис ашу үлкен жұмыс қой. Не себепке, қандай қорқынышыңызды жеңіп келдіңіз? Бұл компания былайша айтқанда денсаулыққа қатысты ғой енді біз өнімдер. Әркім өзінің денсаулығына мән берсе екен деймін. Біріншіден мен денсаулыққа қатысты болғандықтан келдім. Себебі мен анам кішкентай кезімнен анам өзіне қарамаған, тек қана бізді өсіру үшін, ешкімнен кем қылмау үшін жұмыс жасай берді. Мен анам өзінің денсаулығына қарамағандықтан көріп өстім, не анам тісін емдетуге бармайтын, бас ауырса да парацетамол ішке салып жататын үйде. Маған денсаулық маңызды болды біріншіден. Сізді осы лидер дәрежесіне дейін жеткізуге не себепкер болды? Өзіңізбен қалай жұмыс жасадыңыз? Мен осы лидер статусына келуіме алдыма келген бүкіл мүмкіндікті пайдалана білдім. Тәуекелшіл болдым, бастап көруден қорықпадым. Мысалы офис ашатын кезде менде де ақшам болмаған ол кезде. Осы айлығым түсетін, осы компаниядан 500 мың теңге ғана айлығым бар еді, сонымен бастап кеттім мен. 6 миллион керек деген кезде де мен ештеңе қорыққан жоқпын. Қолымда 500 мың теңгемен бастағам. Сол менің өзімнің жақсы көретін әдетім осындай тәуекелшіл, сразу шешім қабылдап бастап кететін өзім сол жағынан кішкене батылдаудым да. Алдыма жолығады, бекер емес, мысалы мен алдыма жолыққандарын деп, неге бастап көргіміз келіп өзім солай шешім қабылдадым. Соның арқасында деп ойлаймын, осы қорықпағанын, тәуекелшіл болған арқасында деп. Енді сіздің өміріңізде сізге ең қатты ауыр қандай жағдай болды? Әрбір әйел адамның өз басында өте қатты үлкен сынағы болады ғой. Сізде қандай сынақ болды және сол сынақтан қалай шықтыңыз? Менің өмірімде ең қатты маған соққы болғаны, ойламаған жерден осы аяқ астынан өзімнің анамның айырылып қалғаны, осыдан 3 жыл алдым да. Сол маған ең үлкен соққы болды бірақ. Менің негізі ішімде қорқынышым өзім жақыннан айырылып қалу деген кішкентай кезімде қорқыныш бар еді ғой. Сол әкем емес, анамнан үзіп алып кетті да, сонда екінші қанатым ғой енді анам. Ең маған соққы болған сол анамнан айырылып қалу. Мен ең сосын өкінетінім анамның жерлеуіне жете алмаған сол кезде өкінішім. Содан кейін менде денсаулығымнан сыр бере бастады, денсаулығымнан былайша айтқан кезде бір жақ бетім сол істемей қалған, содан кейін өзім денсаулығымнан айырылдым сол кезде. Ол кезде де тоже маған ең қатты қолдау білдірген жолдасымен өзімнің енемнің арқасында аяққа тұрдым деп айта аламын. Машалла. Сол кезде мен түсінгенім, денсаулық болмаса сізде, ең бірінші орында денсаулық болмаса, ешкімге ақшаның да ешкімге қызық емес екен. Сол кезде мен түсіндім. Енді мынау қазір денсаулығын күтпей, өзіне қарамай жүрген әйелдерге қандай кеңес беретін едіңіз осы жерде? Біріншіден өзіне
өзіңнен ешқашан аямау. Иә. Иә. Өзінен аямау керек екен. Сосын біз бала шаға деп балаларымызға көп не қыламыз, көңіл бөлеміз, өзіміз ұмытып кетеді екенбіз. Бірінші орында өзіміз болуымыз керек екен. Сол кезде бірінші орында өзіміз болсақ, бала шағамыз денсаулығы дұрыс болады, отбасында жағдайлар барлығы дұрыс болады екен. Сіздің компанияңыздағы өнімдер сонда адамдарға пайдалы өнімдер ғой, иә? Иә, пайдалы өнімдер. Отбасылылардың барлығына бар, иә? Әйел аналарға да, ер азаматтарға да, кішкене балаларға да витаминдер бар, иә? Барлығы, иә? Витаминдер. Мен бұл компания өзім балаларымның денсаулығы үшін келдім біріншіден. Одан кейін неге табыс тауып көрмеске дедім да. Адамдарға неге пайдалы болмасқа. Өнімдері жақсы. Сол пайдалы болу жағынан да, сосын мен әрі осы компанияда қалдым, жұмыс жасап жатырмын қазір осы жерде. Машалла. Енді сізге мысалға әйел адам сізге келіп жатса, жұмыс істеймін деп көмек келіп жатса, сіз оны қаншалықты тез шығара аласыз? Резерлік дәрежеге немесе айлыққа? Біріншіден ол адамда өзінде ниет болу керек. Нақты ниеті болса, адам жасай алады. Сосын мен білім алудан әлі тоқтап келе жатқан жоқпын. Білім алудан, өзін жаңа деңгейге шығарудан әлі өзім дамып келе жатырмын да. Ол адамда бірінші өзінде білім болу керек, ниет болу керек. Сол кезде ниет болса, мен ол адам жұмыс жасағысы келсе, табыс тапқысы келсе, мен онымен бірге жұмыс жасауға дайынмын негізі. Ал ол адамда бір әрекет болса, әрекетін үзбеу керек, ниеті дұрыс болса, сол кезде ол адам өзі де жетістікке жете алады. Сіз оны әрдайым қолдауға, көмектесуге дайынсыз, иә? Күшті, керемет. Енді Балауса ханым, айтыңызшы, мынау қазір сынақта жүрген, өте қатты қиналып жүрген, депрессияда жүрген әйелдер өте көп. Көбісі біреулер күйеумен сыналады, біреулер баламен сыналады, біреулер ақшамен сыналады. Мысалға, сондай әйелдерге сіз сондай жағдайдан өттіңіз ғой, дұрыс па? Сондай әйелдерге сіз қандай кеңес берер едіңіз? Мен білім алдым, біріншіден білім алдым. Өзіммен жұмыс істедім. Өзімнің ішкі жан дүниемді, жан тыныштығымды іздедім. Мен анамнан кейін айтып тұрмын ғой, денсаулығым сыр беріп, сондай неге түскеннен кейін, қиыншылыққа түскеннен кейін, мен сразу өзіммен жұмыс істеуге бет бұрдым сол кезде. Бір жыл өзіммен тоқтамай, бір жыл өзіммен жұмыс істедім. Қалай жұмыс жасадыңыз? Жан дүнием, жан тыныштығым түсіну үшін, өзімнің ойымнан арылу үшін, ойымдағы түрлі жаман ойлардан, қорқыныштардан арылу үшін психология саласына бет бұрдым мен сол кезде. Мен осы деңгейден алып шыққан, бар білім берген осы менің өзімнің Айгүл деген психолог наставнигім бар. Соның арқасында мен өзімді ойламаған мен өзім дұрыс деп жүрген жолдардан шығарып берді ғой. Мен қате ойлап жүрген екенмін. Өзімнің ішіндегі қорқынышымды барлығын жеңдім. Демек, психологтың көмегіне жүгіндіңіз. Психологтың көмегіне жүгіндім. Бір жыл жұмыс істедім өзім. Көп именно мысалы оңтүстік жақтың әйелдері көбіне психологқа жүгіне бермейді. Олар психологқа сенбейді, оның айтқанын мен өзім де білем ғой деп қарайды. Жоқ, мен ішінде бәрін білем ғой деген болады екен, бірақ біздің бәрін білем дегенімізді өзіңізбен жұмыс істей келе түсінеді екенсіз. Мына жерде мынандай екен, значит мындай екен деп өзіңіз түсінеді екенсіз. Жұмыс істегенде ғана өзіңізбен. Так, білем деп айту оңай. Білем деп айту оңай. Сол осы біздің көбіне оңтүстіктің хандары, енді барлығы емес, бірақ өзіміздің ортадағы хандар көбіне сол жаңағыда оны мысалы өзіме айтып беремін, соны ақшасын маған берші деп айтады да, бір-бірін жаңағы подругасымен бардым десе, соны ақшаны маған берші, мысалы сені өзім тыңдаймын, бәрін өзім жасап беремін деп айтады. Мен көбіне естимін да сол нәрселерді. Бірақ оның түбінде, оның астында не бар екенін көбісі түсінбейді. Өзі психологқа келмегеннен кейін, өзімен жұмыс жасамаған кейін, көп адам оның астында қалай бар, не істеу керек екенін барлығын түсінбейді.
бірақ сол сіздің жаңағыдай именно психологқа жүгініп өзіңізбен жұмыс жасағаныңыздың арқасында өзіңіздің ішкі күйіңізді реттегеннен кейін өзіңіздің көптеген блоктарыңызды шешкеннен кейін сіз осы өзіңіз жасаған жұмыста сіз көп жетістіктерге жетіп жатырсыз, иә? Иә. әлде де қазір білім алудан тоқтамай жатсыз. Иә. Себебі мен өзімді тағы ары қарай дамытқым келеді, өзімнің бизнесімді дамытқым келеді, одан кейін командама да толық білім бергім келеді. Сол үшін мен қазір Inspire платформасына білім алып жатырмын. Сол платформадан білім алып жатсыз, иә? Кіріп білім алып жатырсыз. Ол жерде бизнесті дамытады, өзіммен жұмыс істетеді, ол жерде. Балдәурен ханым, айтыңызшы, мысалға сіз үнемі қарасам, үнемі әдемі болып жүресіз, үнемі күтініп жүресіз, әдемі болып жүресіз. Сіздің қанша бала шағаңыз бар? 5. 5 бала шағаңыз бар, иә? Үнемі күйеуіңіз қасыңызда, мысалы, осылай болып жүру оңай ма? Әйел адамда энергия болу керек ол үшін. Егер энергия болмаса, бүйтіп шарқырап жүру мүмкін емес. Мен басымнан өтті ғой менде. Менің айтып өзіммен жұмыс істегеннен кейін, ішіндегі энергиямның барлығын оятқаннан кейін мен уже өзіммен жұмыс істегеннен кейін осылай жүрмін. Жолдасымнан да энергия бөле аламын, бала шағама көңіл бөле аламын. Әйел адамның бұл жерде жан тыныштығы екенді өзіммен жұмыс істегеннен кейін. Және өзің сүйікті ісін тапқан кезде, өзің сүйікті ісін тапқаннан кейін. Сіз энергияны қалай аласыз? Қай жақтан аласыз? Өзімнен аламын. Өзіңізден аласыз ба? Өзімнен аламын энергияны. Алған білімдеріңізден алатын шығарсыз мүмкін, иә? Иә, осы уақытқа дейін алған білімдерім бар, сол өзіммен жұмыс істеу үшін енді өзіңізбен жұмыс істегеннен кейін адам деген түсінеді екен. Оған дейін мен білмедік қой енді өзімізбен жұмыс істе деген кезде біздің ойладық сырт келбетімізге, мен мысалы сырт келбетімнен жөндету үшін неге баратын едім, косметологтарға баратын едім, әдемі қымбат киімдер киетін едім. Ол негізі олай емес екен, өзімен жұмыс істе деген. Ішкі жан дүнием тазарғаннан кейін, қазір мен бұрынғы Балдәурен емеспін қазір. Бұрын мен қымбат киімдер алып тастайтын едім. Қазір өзіме ұнаған киімдер аламын. Косметологқа көп ақша құртпаймын. Алдыңғы кезде біздің өзіміздің ішінде бір кішкентай балашақтан қалып кеткен бір травмалар болады да, біз жаңағыдай сол өзіміздің әке-шеміздің анау қой олай болмайды, олай жасама, саған ол дұрыс емес деген төмен самооценканы біз көтеру үшін ол біз оның барлығын материалдық нәрсемен жаптық та. Қымбат киім, қымбат тамақтану, қалаған нәрсені алып тастау, иә? Соның барлығымыз материалдық рухани кеңістіктің орнын біз материалдық нәрсемен толтыра бастадық та. Бірақ сіз уже өзіңізді таныған кезде, өзіңді түсінген кезде, сен оның орнын кәдімгідей уже жаныңды түсінген кезде, сен оны барлық материалдық нәрсемен жаппайтыныңызды түсіндік. Мысалға, сіз сол этаптан өттіңіз. Енді сіздің қазіргі этапыңыз ары қарай өсу. Иә, өзімді дамыту, тағы қандай білімдер бар екен, соны білгім келеді. Өзімді ары қарай тағы. Енді ол бизнес несіне саласына келгеннен кейін, оған да тағы білім керек. Адамда білім болса, одан кейін тұрақтылық болса, ол нәтижеге жетпей қоймайды деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Құдай қаласа, енді болашақта қандай білімдер алу ойыңызда бар? Болашақта үлкен қандай бизнес салаларда, үлкен бизнесте жүрген кісілерден білім алу иншаллах ойыңызда бар шығар? Бизнес саласына жүрген, менде қазір осы 20 жылдық, 40 жылдық өзінің оқытпа бизнес саласындағы осы кәсіпкермен жұмыс жасап жатырмын менде. Білім алып жатырмын сол кісіден. Сізге және немен айналысқан ұнайды? Жұмыстан тыс бөлек. Маған көп ұнайтыны өзіммен жұмыс істеген. Биге қатысам, жұмыстан бөлек биге, фитнеске барам. Нені қалаймын, соны жасаймын ғой мен. Нені қалаймын, соны жасаймын. Мен көбіне биге барам. Қазір уақытым болмай жүр, негізі маған би деген ұнайды сосын. Би әйел адамды өте женственный етеді, иә? Би әйел адам үшін өте пайдалы. Осы уақытында билеген. Сосын маған психология саласы да ұнайды, негізі адамдармен жұмыс істеген. Мен адамдарға пайдалы болу жағын көп ойлаймын. Сосын берушілердің қатарынан болғым келеді. Кезінде мен өкініш бар ғой, анамда қарата алмай қалдым деген сияқты. Енді мен сол өкініштерін не қылу үшін
жеңу үшін өзім берушілердің қатарына алладан сұраймын, осы берушілердің қатарынан қосшы деп. Мен көбіне біреуге сыйлық берген ұнайды, қуантқан ұнайды маған негізі адамдарда. Екеуміздің осы жерлеріміз ұқсайды екен. Маған да сыйлық берген, прям сыйлық қандай, нейді андай жомарт болған ұнайды да, сыйлыққа ше, жомарт болып адамдарды қуантқан. Олар адам қуанса, мысалы сен де қуанасың ғой, дұрыс па? Маған сол ұнайды негізі. Мен кішкентай кезімнен білмеймін, сюрприз жасағанын жақсы көремін. Мысалы әкемнің туған күні осы жақтан айтпай туған күні Орал мысалы үшін билет алып, ойлап Оралға барып әкемнің туған күнін сюрприз жасап келдім да. Білмеймін, маған сондай нәрсе ұнайды, сюрприз жасаған, айтпай барған. Жақсы көремін өзім сондай адам. Мен сол берушілердің қатарына болғым келеді, сол үшін миллионерлердің қатарынан қосылғым келеді да. Сондай ортаға қосылғыңыз келеді, иә? Сондай ортаға қосылғым. Балдәурен ханым, айтыңызшы, сізге Оралдан біздің оңтүстікке келін болу оңай болған жоқ шығар? Қандай сынақтар болды сол кезде? Оңай болған жоқ. Маған салттары кішкене қиын болды. Оңтүстіктің жағын салты басқа, енді сол жағынан қиын. Ол жағынан жолдасын үйретіп отырып, жолдасын да ол кезде тағы жолдасының қатысы болды. Қолдап білдіріп, мына жерде мынандай істейсің, мына жерде мынандай істейсің деп. Сосын кейде болады ғой, ене мен келін арасында да болады. Сол кезде мен сәл қатты сөйлей бастадым. Балдәурен, сен қатты сөйлегенің мамаға ұрысқан естіледі деп, сол жағын үйретіп отырды, басы сөйлесін деп. Бізде кішкене грубилау ғой енді, сол жағын үйретіп отырды. Одан кейін сіз деп сөйлеуге үйретті жолдасым. Барлығы сіз ғой, біз де сізреп қарамыз. Сіздер де сен деп сөйлейді ма? Иә, сен деп қарамыз. Ол жағынан осы сыпайылыққа үйретті жолдасым. Мен жолдасым өзі таниды, студент кезіне сондай төбелеске жақын сондай қыз едім ғой. Мені өзгерткен жолдасым негізі, сыпайылыққа үйреткен жолдасым негізі. Мен түсінген бойынша жолдасыңызды ұрыспай, таласпай, көркем мінезбен үйреткен сияқты сізді, иә? Солай ма? Иә, мен жолдасым осы айқайлап ешқашан мақтаған емес, бірақ мені осы уақытқа дейін әлі де мақтаған емес. Екеуміз былайша бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Мен түсінген бойынша, егер де отбасыда әйел мен күйеу бір-біріне жақсы тіл табысатын болса, отбасыда гармония болатын болса, демек екі адамның жетістікке жетуі де оңай болатын сияқты. Иә, береке бар. Береке бар ма? Егер мына әйел адам бір өзі тырмысады ғой, мен жасаймын, жетемін деп тырмысады ғой, ал мына жақтан күйеуі қарсы болса, ол әйел адам өспейді. Ол өспейді. Егер жолдасыңыз, мен жолдасым қарсы болған жоқ, көмектесті, қасында жүрді, ол жерде уже менде береке болды, менде өсім болды. Мен бұған дейін жасаған істерімде бір өзін бастаған, ол кезде өскен жоқ енді. Осы салаға келіп, жолдасым қолдап білдіргеннен кейін мен өстім. Негізі жолдасыңыз қарсы болмаса, қолдау білдіретін болса, береке болады екен. Екі ортадан бірігіп істейтін болсаңыздар да сондай береке бар екен. Машалла. Үйдегі бір адам, маған негізі маңыздысы жолдасымның сөзі көбіне маңызды. Біріншіден маған жолдасым қарсы болмаса болды. Енді сіз мысалы көбіне үйде жүресіз, көбіне жұмыста да боласыз, дұрыс па? Енді көбінесе жұмыста боласыз, жолдасыңыз да жұмыста болады. Үйге барғанда мысалы 5 бала-шағаға барасың, олардың тамағы бар, жаңа киімі бар дегендей. Сол кезде жолдасыңызға көмектесе ме үйде? Иә, жолдасым көмектеседі. Кейде мен офиста болған кезде ол ерте кетіп қалады жұмыстарымен, үйге бірінші барып қалса, бір күні вермишель қуырып дайындап қойыпты. Сізге ма? Иә, оны қуырып дайындап, мен барғанша дайындап отыр екен. Былай тамаққа неге көп не жоқ, бірақ кейде көмектеседі енді су төгіп беру, балаларға қарау деген киіндіру жағынан енді көмектеседі. Мен айттым ғой, бір ай үйде жатқан кезде, больницада жатқан бір жағым істемей қалған кезде, полный жолдасым қараған. Бала-шаға тамағына да, киіміне де өзі қараған сол кезде. Көбіне әйелдер ауырған кезде ер азаматтары тастап кетіп жатады. Қарамайды. Менде сондай қорқыныш болған. Егер мен осындай болып қалсам, маған қарамайтын шығар деген болды да сол кезде. Мен ол кезде бір бетім істемей қалған кезде полный менде қорқыныш, дәл осылай сау болып қала ма дегенде болды ғой. Менің қорқыныштың бірі сондай сол еді.
сол семьяғаннан бастап уже соның жазылғанша жұтаумен көрмей болып тұрады. Барлық оқушым неге мен осылай болып қалсам жолдасым маған өмір бойы қасында маған сөйтіп қарап жүре ма деп. Сол қорқынышты қалай жеңдіңіз? Сол қорқынышты өзіммен жұмыс істеу арқылы жеңдім ғой. Оған дейін мен сөйтіп қорқып жүрдім. Бірақ жолдасым көп айтты, мен сені жақсы көремін, уайымдама жеңесің деп сөйтіп өзінің сөзін білдіріп отырды. Одан кейін енемнің жылы сөздері өзі Алматыда болса да әрдайым телефонмен сөйтіп тағы жылап жатырсың ба сен деп маған неге жылай бересің деп енем сол кезде енді менде ішімдегі арпалысып білмейді ғой, неше түрлі ойлар кетіп жатыр. Бала шағаны ойлайсың, жолдасың ойлайсың, сондай керексіз жағын керексіз адам сияқты қаласың. Маған сондай ой келді. Демек бұл жерде сіз осы сынақта сіз жолдасыңыздың нағыз қандай азамат екенін көрдіңіз. Сол кезде әрдайым жылап жатсам да үйде сонымен күнде звондап сөйлесеміз ғой. Сол кезде нені уайымдап жатсың дейді. Сен осылай жылай сен жазыламын деп біліп жатсың ба дейді маған жолдасым. Ондай қорқыныш менде де болған. Сол үшін мен өзім аяқтан тұруға, қалай да мен жазыламын деген оймен жазыламын, аяқтан тұрамын деген сондай. Мен артымда барлық жақындарым қолдап білдіріп тұрған кезде мен неге аяқтан тұрмасқа деген. Ең бірінші жанындағы жүрген жарыңның қолдауы өте ерекше болады, өте маңызды болады. Жанындағы күйеуім, жолдасым ең маңызды, ондай кезде маңызды жолдасым болып қалған екен қасында. Сосын менің осы кәсіпті бастағанда арманым жолдасыммен еш уайымсыз қартайған кезде де қазір қандай қартайған кезде дәл сондай қол ұстасып шетелдерге шығу, денсаулық жағына сынамай просто демалуға сондайға көп қызығамын мен негізі. Мен сізді бұндай нәрсені өтті деп ойламаппын. Негізі Балдәурен ханым өте мықты әйел екенсіз. Аллах тағала сізге сондай керемет жарды берген екен. Иншаллах екеуіңіз бірге өсіп бірге дамисыздар деген нәрсе оған 100% көзім жетіп тұр. Енді осы мынау әйеліне, күйеуіне сенбейтін, күйеуінен ешқандай қолдау, ол мен қолдамайды, ол мен жақсы көрмейді дейтін әйелдер өте көп қой. Күйеуіне сенбейтін әйелдер өте көп. Күйеуіне сенбей жасап қаншама қарызға кіріп жатқан әйелдер білемін. Көп әйелдер күйеуіне айтпай жасағандықтан қарызға кіріп кетеді. Енді сол әйелдерге не айтуға болады? Қалай күйеуіңе сен, күйеуіңнен тек күйеуің туралы жақсы ойла, күйеуіңмен жақсы қарым-қатынаста бол деп қалай айтуға болады оларға мысалға? Қалай ойлайсыз өзіңіз? Оның бірі мен анам сондай еді. Менің де өзімнің анам біздің папаға қарыз екені, магазиннен қарыз алғанын айтпайтын, мынандай керек деп те айтпайтын. Өзінен мынандай егер мынандай тамақ керек деп айтпай, өзі қарызға алады. Сосын керек бола ма, қарызға ала салады. Мен ойлаймын, ішіндегі бөліссе қасындағы адаммен, ол адам еркегі түсінеді деп ойлаймын. Менің анам сондай болған, бірақ бөліспейтін, әкем вообще бөліспейтін, сосын соңында таяқ жеп жүретін, мамам қарызға батып, маманың қарызы көп еді, папа ешқайсысын білмейтін. Сол қарыздардың барлығын папа анам қайтыс болған кезде білді, ол соның қанша кредиті бар. Ол кредитті өзінің қыздар үшін алды ғой, мен білемін. Мүмкін әкеңізден қорқып айтпаған шығар. Бір жағынан ұрсады деп, бір жағынан сөйтіп айтпаған шығар деп ойлаймын. Себебі баяғыда біздің аналарымыз, ешқандай аналарымыз өте көп болған, өзінің күйеуіне сезімдерін айта алмайтын болған, эмоциясын айта алмайтын болған. Бұрын сондай заман болды, әйел адам мықты, әйел адам еркекпен тең, әйелдер күшті деген нәрсе болды ғой Советский Союздың уақытында. И сол себепті көп әйелдер өзінің күйеуіне өзінің сезімін айта алмайтын. Сіздің анаңызда бәріміз анамыз сондай әйелдердің қатарынан болды. Мен де өзімнің анам сияқты болмау үшін білім алдым ғой. Ішіндегі эмоцияңды мен де сондай едім, білдіре алмайтын сондай едім. Ақын кейін нәрсені айтпайтын сондай едім мен де. Мен ойлаймын, сол үшін қарызға батып, айтпай жүргеннен гөрі айтқан дұрыс деп ойлаймын. Қазір айтып, қалай ойлайсың деп, негізі мен ойлаймын, сені түсінбейді деп ойлайтын, түсінеді екен. Айтсаң, ол түсінеді екен. Ол мені түсінбейді деген нәрсе ол не? Ол тек біздің ойымыз ол. Біз екінші адамның ойын білмейміз ғой. Дұрыс па? Өзіміз анау мені түсінбейді деп өзіміз ойлаймыз, и екінші адам да дәл солай ойлайды деп ойлаймыз.
бірақ олар айтқаннан кейін түсінеді ғой. Мен Иә. білмеймін, мен жолдасымнан жасырып істеген ештеңем жоқ, бірақ барлығын бөлісіп айтып отырамын. Алғашқы сезімдеріңізді айту сізге қиын болды ма жолдасыңызға? Жақсы көремін деген сезімдерін. Жоқ, ана өзіңіз ішіңізде не болып жатқанын айту, жаңағыдай осы нәрселер. Жаңа анаңыз айта алмаған нәрсені сізге жолдас айтты ғой, мен де басында мен де айта алмайтын едім деп. Кейін басында айтатын кезде сізге қиын болды ма ол нәрседе? Жолдасым алғым келетін нәрсені айтпайтын едім ғой мен, өзімнің қалауымды өзім орындап жүре беретін едім ол кезде де. Қашаннан бастап айта бастадыңыз? Мен сол айттым, жұмыс жасай келе өзіммен ішімдегі кәдімгі кішкентай нәрсе болсын алғым келе ма, соны айтуым керек екен да. Соны түсіндім. Сосын еркек адамға әйел адамның қуанғандары оған приятно екен да, ол бірдеңе ұнайды екен ол адамға. Не мысалы бір нәрсе істеді ма, соның өзіден келіншегі мақтайтын болса, оған тауқуапымен бірдей екен. Біз ондайды айтпаймыз ғой жолдасымыз. Су әкетпесе де мақтамаймыз ғой. Помой төкпесе де мақтамаймыз. Бізде күнделікті тірлік сияқты болып қалғанда. Бір еркек соның бәрін істеуге міндет сияқты көресің. Міндет сияқты. Негізі ер адам соны жақсы көреді. Менің папам негізі сондай екен негізі. Мамада ондай не болмаған. Біздің пападан қазір бізбен көбірек сөйлеседі. Қазір папаны мақтайсың ғой, өзі мәз ғой, менің қызым өйстіп айтты деп көршілерге есеп айтып жүреді екен. Тура мен әкем сияқты екен. Мен әкем де мақтаған жақсы көрді. Мен байқауымша бүкіл ер азамат әйелді мақтаған қатты күтеді екен. Бірақ біздің әйелдер соншақты сезімге жоқ екендігі, сол күйеуін даже мақтағысы келмейді ғой. Соны әйелдер білем да, қойш, мақтай берем ба не оны депші. Просто әйел адам сезімге түсінген, әйел адам сезімге саңырау болмау керек екен да. Соны түсіндім. Айтады ғой, әйел адам еркекке сезім береді, әйел сезім, еркек шешім. Ал біздің көп әйелдер даже еркекке сезімін де бергісі келмейді. Оны эмоцияға суық болады да, түсінесіз бе? И сол үшін эмоцияға суық болған кейін, сезімін білдіргісі келмеген кейін, еркек дәл солай қайтарады өзіне. Иеген сезеді екен жанындағы. Мысалы, сен көбісі айтады, күйеуім мені қолдамайды, күйеуім мені түсінбейді деп айтып жатады әйелдерші. Бірақ мен адамда сіз десем, мен оны қолдаймын ғой, қалай десем, айтам ғой арасында дейді да. Бірақ ол бірінші сен ана адамға не бересің, сол нәрсе одан қайтып аласың ғой. Сол үшін бірінші бізден еркекке сезім мен қолдау ғана, және оны еркек бізге басқа жағынан көрсетеді да. Менің сосын арманым жолдасым бірге жұмыс істеу еді, мен жолдасым банкте істейтін еді. Енді жұмысқа кіргесе, менеджерге бірге кірейін деп ойладым ғой. Сен бір үйден екі адамды алмайды дейді да. Мен негізі армандарымның бірі, негізі офис ашу, магазин бірден сондай ашу еді. Армандардың бірі, одан кейін жолдасыммен бірге жұмыс істеп, жолдасым қасында сөйтіп жұмыс істеген маған ұнайтын. Сол армандардың бірін осы бизнеске келген кезде орындап тұрмын ғой қазір. Қазір мен жолдасым өзі офистің барын өзі басқарады, кассаны да өзі қабылдайды, тауарды да өзі әкеліп, өзі жеткізіп, өзі қабылдап отырады. Мен қасында көмекші ретінде, мен өзім командамен жұмыс істеймін. Бір бизнестің бір жағын сіз басқарып жатсыз, екінші жағын күйеуіңіз басқарып жатыр. Өте керемет үйлесім. Команданың өсуі, дамуы сізге байланысты, ал мынау ақша, финанс жағын барлығын жолдасыңыз өз мойнына алып отыр. Негізі бір адам, біз әйел адам ғой, енді әйел адамдар не боламыз ба енді? Не дейтін еді? Көбіне келісіп кетереміз да, бір адам, еркек адам басқарып отырады ғой, тартып отырады, әй деп отырады да. Сол үшін мен жолдасымды өзін қойдым да, касса ретінде, өзі басқарады, өзі тексеріп отырады. Мысалы, маған жолдасым қазір деген кішкене, мен өзім командашы бос кете беремін ғой, ол уже өз не болып отырады. Контроль жасап отырады. Жолдасыңыз сіздің қай жерде қателесіп жатқаныңыз, қай жерде қисып кеткеніңізді, не нәрсені дұрыс жасамаңыз бәрін жолдасыңыз бақылап отырады. Соны сізге көрсетіп отырады. Жолдасым қасында еркелеп жүрген маған қатты ұнайды. Сол үшін де еркек адам алдында, өзім жолдасымның алдында енді алдына түсіп алып жүргім келмейді да. Сол үшін жолдасым өзі басқарғанын қалаймын, өзі жүргенін қалаймын.
маған оның қасында просто еркелеп сонымен бірге жұмыс істеген ұнайды. Негізі әйел адамның табысы осы еркелеп, күліп, ойнап жүріп, жеңіл жолмен табыс табу ғой. Иә, маған сол ұнайды. Иә, машаллах, өте керемет. Жалпы, мысалға, сіз енді сіздің командаңызға келген ханымдарға сіз тек табыс табуды емес, қалай әйел болуды, қалай күйеумен дұрыстап сөйлесуді, психологиялық жағынан да көмектесе аламын десеңізші. Иә, ол жағынан да көмектесе аламын. Машалла. Негізі мамандығым педагогика, психология ғой. Бірақ ол бойынша жұмыс жасамаған. Бірақ маған мысалы адамдармен жұмыс істеген ұнайды, бірақ өзіме бұрыннан ұнайды. Күшті, керемет. Иә, маған да адамдармен жұмыс жасаған, әйелдердің қырын ашқан, әйелдердің потенциалын ашу маған да өте қатты ұнайды. Көп әйелдер айтады ғой, мен ана психологқа бардым да, бірақ мен ашыла алмадым, оған ішімдегісін айта алмадым, маған ол дұрыс келмеді деп айтады ғой, бірақ маған келіңіз, мен бірден ашыласым да, мен келген қалымдарды мен бірден ашамын да. Ана әйел келе салсын, мен бүкіл бәр нәрсесін айтып, сол жерде бәрін шығарып алады да. Ал басқа психологтарға барып, өзін аша алмайтын да, өзін ішіндегісін айта алмайтындай да әйелдер бар. Негізі себебі бір адам бір-біріне дұрыс келмеуі мүмкін, біреулер бір-біріне дұрыс келуі мүмкін да, әртүрлі. Бірақ бүгінгі алғашқы подкастымыз, мен сіз өзімнің подкастыма сіз сияқты күйеумен гармонияда жүретін, күйеумен гармонияда сондай әйелді алғаш өзім подкастыма алғаш сізді шақырып жатқаныма өте қуаныштымын негізі. Себебі бар нәрсе қалай басталады, соңы солай жалғасады ғой, өте қуаныштымын. Және маған әрбір подкастыма келген әйелдерге осындай отбасылық гармония тілеймін. Ең бірінші әйелдің жүрегі тыныш болса, әйелдің жаны тыныш болса, отбасында да тыныштық болады ғой. Соны түсіндім. Ақша маңызды емес екен. Мен ақша деп мен ақша табуын беретінмін, ананы бастаймын. Мен оқымаған нәрсем, массажда, детский массаж, взрослый массаж бәрін оқыдым. Одан кейін салонда жұмыс істедім. 4-5 жылдай салон. Оның барлығын ақша табу үшін жасадыңыз, иә? Табу үшін. Өзімді таппай жүрдім ғой ол кезде. Не кезге алдынан қасыда істеуді оқыдым, бәрін оқыдым ғой. Өзіңізді іздедіңіз, иә? Өзімді іздедім. Өзімнің ұнайтын нәрсемен айналысқым келді. Айтады ғой, адам өзін таппайды, адам өзін жасайды деп. Менің жұмысым осы бизнес екен, бизнеске келдім. Менің үлкен ақшаға талпын, үлкен ақша. Сіздің жұмысыңыз просто күйеуіңіздің қасында жүру ғана деп ойлаймын мен. Әдемілеп, еркелеп, оған мотивация беріп жүру. Әй адам өзімен жұмыс істеп, өзімен андай энергиясын көтеріп жүретін ақша өзімен өзі келеді. Иә, машалла. Сол үшін де мен осы жерге бірінші біліммен арқылы жұмыс жасап, өзімен жұмыс істеп, білім алу арқылы осындай бизнеске бет бұрдым. Сіз өзіңізбен жұмыс жасап, өзіңізді дамыту арқылы сіз просто өзіңіздің табысыңыз көтердіңіз, күйеуіңізбен қарым-қатынасыңыз дұрыстадыңыз. Сіз жай ғана өзіңізбен жұмыс жасай бердіңіз да, өзіңіздің жұмысыңыз таптыңыз, бұяқта барлығы өзі бір қалыпқа түсе бастады. Мен ойлаған жоқпын, осындай сервис қызырбай компаниясына келіп жұмыс жасаймын деген ойыма да келмеген. Негізі мен посуда магазинін аштым ғой, посуда магазинін ашып біраз істетіп, оны жауып тастадым да, қайда магазин, продукт магазин ашамын деген ой болды. Сосын бұны алдынан өзімнің группаласым таныстырғаннан кейін бұл компанияны ойламаған жерден денсаулығын реттеймін, бала шағын реттеймін деп жүргенде ойламаған жерден табысқа шығып кеттім ғой. Өзімен өзі болып кетті, жеңіл болып кетті, барлығы тез болып кетті. Иә. Айтады ғой, өзіңнің жұмысыңды, өзіңнің ісіңді тапқан кезде, өзің сүйікті жұмысын тапқан кезде бәрі оңай болады деп. Иә, оңай болды барлығы. Мынау көбінесе әйелдер болады жаңағыдай арпалысып, күйеуімен арпалысып, айналамен арпалысып ақша табатын әйелдерге бұл өте қиын. Бұндай әйелдердің көбінесе еркектік энергиясы көп әйелдер осындай болады. Жаңа күйеуімен арпалысады, одан кейін айналасымен арпалысады, одан кейін жұмысында арпалысады, өмір бақи арпалыс болады өмірінде. Енді өзіңді тап, өзіңмен жұмыс жаса деген кезде қойшы, мен күйеуім үшін өзгергім келмейді, мен күйеуім үшін не үшін күйеуім үшін өзгергім керек деген сөздер болады әйелдердің арасында. Ол жерде өзіңмен жұмыс жасау деген просто ол күйеуіңді өзгерту емес, өзіңмен жұмыс жасап, өзіңді өзгерту. Сол кезде жолдасыңызды өзгерту. Иә, сол кезде жолдасыңызды өзгерту. Мысалы, соның бірі сізсіз. Дұрыс па? Мысалы, айта аласыз өзіңді. Мысалы, мен де өзіммен жұмыс жасап, өзімді өзгерту арқылы
менің баламмен қарым-қатынасым өте нашар болатын. Себебі мен баламның енді әкесін жек көргеннен кейін баламды да қатты жек көретін едім да. Сонымен кейін өзімен жұмыс, осы психология келіп өзімен жұмыс жасаған кейін менің баламен қарым-қатынасым вообще басқа градусқа өзгерді. Сол кезде түсіндім да, что біз екінші адамды өзгерте алмаймыз. Просто мен балама деген көзқарасын өзгерттім. Баламның маған деген көзқарасы өзгерді. Содан түсінгенім, әр адам өзімен жұмыс жасайтын. Отбасында бір адам, именно әйел адам өзімен жұмыс жасайтын болса, отбасында гармония болады екен. Кешеден Inspire платформасында да мастер-класс болған кезде бір ай айтты ғой, неге біз әйел адам жұмыс жасай береміз, неге еркек адам өзгермейді, неге еркек адам біз сияқты неге оқымайды, дамымайды дейді да, деп сұрақ қойып жатыр ғой. Иә. Барлығы әйел адамға байланысты екен. Иә. Оның барлығы. Әйел адам өзгерген кезде әйел адам өзінің гармониясында нежный болуға айыратын. Иә. Не ғой, әйел әлем тербетеді деп бекер айтпаған ғой. Сол кезде әйел үйдің шырағы. Бәрі бізге байланысты десек, әйелдер не үшін біз өзімізбен жұмыс жасаймыз, бірақ өзімен жұмыс жасайтын ер адамдар да бар. Онда ер адамдар да бар. Бірақ ең басты маңызды нәрсе әйел адамның өзімен жұмыс жасаған кезде алдымен өзін, отбасы, одан кейін айналасын өзгерте алатын. Мен байқаймын, сіздің командаңыз әйелдердің бәрі тура өзіңіз сияқты ғой. Иә. Спокойно, күліп, ойнап, позитивте болыңдар деп, не ойлайсың, сол болады деп айтамын. Сол үшін жақсы нәрсені ойласақ, Алланың өзі жақсы нәрсені әкеліп береді бізге. Жақсы нәрсені ойлауды көп айтамын. Позитивте болыңдар, негативті қабылдамайын деп өзім командам көп айтамын. Лидер қандай болса, айналасындағы адамдар да сондай болады. Сонымен келісесіз ба? Келісемін. Менде лидер басын үлкен насармен айтқан балдырым, сен қазір дәл осындай болып, егер жыланып отыратын болсам, сен командаң осындай жылана беретін командаң келеді. Сол сөз сізге қатты өтті. Ол кезде өтті маған. Мысалы, қараңыз, мен сіздің қазір жұмсақ әйел екеніңізді байқап отырмын да. Өте жұмсақ, көбінесе жұмсақ түсінетін әйел. И жұмсақтық пен жертвалықтың айырмашылығы қандай деп ойлайсыз? Көбірек жұмсақтықты жертвалықпен шатастырып жатады, дұрыс па? Жұмсақ болсаң жертва болуың керек деп. Бірақ ол жұмсақ бөлек, ол жертвалық бөлек қой. Сіз екеуінің айырмасы, екеуінің арасында какой-то бір тонкий ғана нәрсе бар. Алтын орталық бар да. Мысалы, жертва болу қандай, жұмсақ болу қандай, екеуінде қандай айырмашылық бар деп ойлайсыз? Сіздің пікіріңіз? Жертва мен жұмсақтың арасында, жұмсақ адамды жас адам сөйтіп ойлайды енді. Иә. Солай ойлайды. Иә. Бірақ енді оның арасында да контроль болады ғой. Қатты болатын кезде өзіңнің ойыңды нақты айта білуің керексің. Ондай жұмсақтық кезде кәдімгідей өзің еркін, еркін сөйлей алуың керексің да. Енді қатты болатын жерде қатты боласың, айтатын жерде айтасың. Жұмсақтық деген сөз ол жертва болу емес, жертва деген көбінесе жауапкершілікті екінші адамға арту. Ал жұмсақтық деген көбінесе адамдармен жұмсақ бол, бірақ өзіңнің позицияңды ұстайтын кезде ұстай алу. Контрольді ұстауың керексің. Контрольді ұстайтын жерде өзің контрольді ұстай алу. Енді қазір сіздің қол астыңызда өзіңізде қанша лидеріңіз бар? Менде қазір барлығы үйде отырған декреттегі аналар. Демек, декреттегі аналарға сізде керемет мүмкіндік жұмысыңыз. Солай ма? Үйде отырып та табыстап отырғандар бар, әрі өзінің денсаулығына қарап отырған қыздар, қыз-келіншектер. Менде жас қалғамайды, үлкен апалар да бар, үйде отырған. Осының жұмыс жасайтын, қосымша табыс тапқысы келген қыз-келіншектер де бар. Саны өте көп бірақ. Демек, декретте отырған аналарға сіз беймарал сізге келсе өзіңіз түсіндіріп, өзіңіз жұмыс бере аласыз. Декретте отырған аналарға бұл өте үлкен мүмкіндік. Мысалы, қазіргі көп балаларда аутизм, ЗПР, ЗР деген диагноздар өте көп та. Сіздің компанияңыздың өнімдері оған қандай пайдалы бола алады? Бар ма? Бар, мен өзім де сол үшін келдім ғой. Менде де балам бар, бір балам, кешігіп шыққан балам. Біз компанияның өнімдерін беру үшін мен келгем біз компанияға. Басында бірінші қолжетімді бағадасын алып беріп жатырмын, әлі де беріп келе жатырмын. Ондай өнімдер пайдалы біздің компанияда түрлі кеш шығып жатқан балаға, одан кейін қайта ауыра беретін балаларға деген сияқты өнімдер беріп. Мен өзімнің сол бала шағам үшін келген ғой. Мен де кеш шығатын балам,
бар, оған витамин беріп жатырмын. Одан кейін инурез болды, оның барлығын осы компания витаминдерін беріп жатырмын, әрі өзімен жұмыс істеу арқылы оны шектеуді, диагнозды өзіміз қойып тастайды екенбіз да балаларға. Диагнозды өзіміз қойып тастағаннан кейін ол баланың уже андай солай болып жүре береді екен да. Егер қашан біз өзіміз жұмыс істеген ол диагноз алып тастаймыз ойша, ол бала жазыла бастайды екен. Мен психология мен денсаулығы екеуін бірге алып жүрдім ғой. Күшті байланыс. Керемет. Декретте отырған аналарға өте үлкен мүмкіндік. Келіп, Балдәурен ханымның парақшасын белгілеп кетемін, соған тіркеліп, Балдәурен ханымға жазсаңыздар, сіздерге өте көп көмек көрсетеді. Балдәурен ханым, енді осы біздің оқырмандарға сізден не айтасыз, қандай сыйлықтарыңыз бар, сіздің офисіңіз қай жерде, барлығын түсіндіріп өтіп кетсеңіз. Мен өзімнің жеке офисім осы Алтын арқасында, дуплеттің 3-ші этажында. Сіздің офисіңіз сол жерде, дуплетте 3-ші этажда, иә, Алтын арқасындағы сол жерде. Енді сіздің осы именно біздің оқырмандарға, мысалы мен Инстаграмға саламын, ютубтағы оқырмандарға, осы подкаст көрген оқырмандарға, осы подкасттың астына әдемілеп комментарий жазған оқырмандарға не нәрсеңіз бар, сізге осы подкасттан келдім десеңіз, осы промокодпен, подкастпен промокодпен барса сіз не бере аласыз, қандай сыйлықтарыңыз бар оқырмандарға? Егер осы 3 күннің ішінде маған 3 оқырман менің Инстаграм парақшасына сыйлық жазатын болса, мен өзінің баласына арнаған детский витаминдер сыйлыққа беремін. 2 наборды сыйлыққа беретін боламын. Және Беймарал Балдәурен ханымға консультацияға келсеңіздер болады, иә? Әрине. Болады, егер өзі табыстапқым келеді немесе мен балаларыма көңіл бөлгім келеді немесе өзімнің денсаулығыма мән бергім келеді дейтін болса, осы компанияға келіп те өзіне қарай алады, әрі өзінің табысын да таба алады. Компанияға алғашқы тіркелу қалай, тегін ба? Тегін тіркеледі. Өзінің витаминдерін алғаннан кейін ол адамға табыс түседі. Мен декретте менде тек декреттегі аналардан кейін мен өте қатты қызықтым. Декреттегі аналарға керемет мүмкіндік қой бұл. Менде де бар, аналар үйде ешқайда шықпай, тек қана бір телефонмен табыстап отыр. Қазір ол да мен сияқты менің жүрге өсіп жатқан лидер қыз онда. Өзінің 300 ішінде табысын алып отырады. Әрі баласына витамин, әрі отбасына витаминдер бар, дұрыс па? Иә. Отбасына қажетті витаминдердің барлығы. Бас жуады, шампунь, тісін шаяды, тісін паста дейді, ондай өнімдердің барлығы бар бізде. Енді мынау жалпы өзіңізден әйелдерге қандай кеңес айтар едіңіз? Қорықпау керек. Алдына келген мүмкіндіктен қорықпау керек. Алла тәуекелшілді жақсы көреді дейді ғой. Тәуекел жасап, жасағыз келген істі бастап көру керек. Алла бекерден бекер ой салмайды, маған да Алла бекерден ой салған жоқ. Сол сразу бастап кеттім. Одан кейін білім болу керек, тұрақтылық болу керек. Адамда білім болса, үлкен жетістікке жете алады. Одан кейін кішкентай қадамнан басталады жетістіктің барлығы. Кішкентай қадамнан бастайтын болсаңыз, сізді Алла үлкен жетістікке алып барады. Керемет. Бүгінгі мен подкасттың алғашқы қонағы боласыз деген кезде қобалжу болды ма сізде? Иә, болды. Мен десе бірінші бұндай подкаст болып жатқан. Одан алдын жаттанған нелер еді ғой, түсіп жатқан, роликке түсіп жүргендерім. Ал бұл енді еркін тақырыпта дегеннен кейін өзіңіздің өмірбаяныңызбен бөлісесіз дегеннен кейін маған қиындау болды. Не айтамын деген сияқты. Сөйлемей қалам ғой деген ой болды менде. Қорқыныштар болады. Камера алдында қорқыныш болды. Мен де осы подкастты бірден бастап кетемін дедім, потому что бізде Сарыағашта подкаст әлі жоқ, әлі дамы. И мысалы бір минуттық, 2 минуттық видео айтасың, ол жерде не айтасың, оның бәрін 1-2 минуттық видеоға сүйдіру керек, оны сен жазуың керек. Ол подкаст еркін тақырыпта, мысалы сізді оқырмандар жақсылап тани алса, мысалы сіздің өмірбаяныңыздың не өткенін түсінсе, сізге адамдарда сенімділік пайда болады. Сонымен
осылай әр әйелдің өмірінен сабақ алып, әр адам бір-біріне сабақ қой, әр әйелдің өмірінен сабақ алып, ешқашан өзің депрессияда болсаң да, қиналып жүрген болсаң да, ешқашан да үмітіңді үзбей, мысалы сіз сонша нәрседен шықтыңыз да, демек ол әйел де шыға алады. Сол әйелдерге пайдалы болу мақсатына осылай подкаст жасап, әйелдерге пайдалы болайын деген ниетпен жасадым мен де. Біздің подкастымызға келгеніңіз үшін өте қуаныштымын. Балдырын ханым, иншаллах жұмысыңыз берекелі бола берсін, табысыңыз, жұмысыңыз өсе берсін, күйеуіңіз екеуіңіз бірге дами беріңіздер, сіздің қолыңыздан келеді деген үміттемін. Мынау декретте отырған әйелдерге пайдалы бола беріңіз, иншаллах, Құдай қаласа пайдалы бола беріңіздер. Бүкіл арманыңызға, мақсатыңызға оңай түрде, көркем түрде жете беріңіз. Құрметті оқырмандар, егер де өзіңіздің осындай ойларыңызбен, өміріңізбен бөліскіңіз келсе, өзіңіздің бизнесіңізді дамытқыңыз келсе, жеке брендіңізді қалыптастырғыңыз келсе, сіздерді өзіміздің подкастыма қонақ болуға шақырамын. Келіңіздер, бірге бөлісейік, бірге өсейік, бірге дамиық.